Осындай наннан жасалған кеседегі жаркояны жанұяларыңызға жасап таң қалдырыңыздар. 250 грамм електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық тұз, 30 грамм ерітілген сары май, 100 мл су құйып жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды 30 минут демалдырып қоямыз. Салмасына 250 грамм ет аламыз, 4 бұрышты етіп тураймыз. Картошкамызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Және пиязымызды майдалап тураймыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл паприка салып жақсылап араластырамыз. Қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Әр бөліктен кішкене бөлік бөліп аламыз. Қамырымызды қатты жұқа етпей илеп аламыз. Ыдысымызға салып, ортасына салмасын орналастыратын боламыз. Кішкене чеснок пен сары майымызды салып, шеттерін жақсылап біріктіріп аламыз. Қалған қамырдан косичка өріп, бетіне дөңгелетіп орналастырамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауынша кунжут сеуіп, қызып тұрған 180 градустағы пешімізге 1 сағат пісіріп аламыз. Жаркоямызға нанның орнына өте дәмді қытырлақ наннан жасалған кесе. Баршаңызға ас болсын. Егер де менің каналым ұнаса, тіркеліп лайк басып қойыңыздар.